Оналай. Оналай деген анамызға қол соқпайыңыздар. Бұл кісі, Оналай апа, сіз Қарекет қорының атынан 1481 баспананы ұтып алды. Шапалақ қайда? Балдары келсін бері қарай. Қарекет қорының атынан Сұлтанбайдың тойында, құрметті ағайындар, бір отбасы. Рахмет. Анамыздың осы балдарын өзі бағып, өзі қағып, ешкімнен қарыз сұрамай, ешкімнің алдына бармай, пол жуып, қолынан не келеді? Қызым көрікті болсын, ұлым ұлықты болсын деп жүрген осындай аналарға бір шапалақ соқпасақ ұят болады, құрметті ағайындар. Ана экрандағы үйді қараңыз, бұл сіздердің үйлеріңіз. Міне! Сұлтанбайдың атынан сол үйдің кілтін табыстауға рұқсат етіңіздер, ағайындар. Ділдәбекова Оңалай ханымның отбасына табыстаймыз. 1481 баспана Қарекет қорының атынан шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз, қайырымдылық қолы, халықпен біргеміз дейді, ағайындар. Рахмет. Қараңыздаршы, бір нәрсе айтып кетейін. Мына жерде бәріңіз, мен шын жүректен айталам, бәріңіз 1000 теңгеден салдыңыздар ғой. Өтірік емес, салдыңыздар ғой. Айтпай қойыңыздар, бірақ салдыңыздар. Бір қараңыздаршы, соткыны шығарып, тағы да 1000 теңгеден салайық. Өткені сіздердің 1000 теңгелеріңіз бір отбасын баспаналы қылып жатыр. Күнде, бір күн сайын бір отбасылы болып жатыр. Мен мына жердегі осы анамызға 1 миллион теңге жиналды ғой. Осыны ойын күлкі қылып ойнатқанша, осының 500 000 теңгесін үйіне, қыздарына, сабағына киіндірсін, құрметті ағайындар. Сұлтанбайдың осындағы ағалары 1 миллион теңге ойнашы деп жинаған. Біз оны Дубайға береміз деп отқанбыз. Дубайға барып жүр ғой етак. Чапайдың өзі Дубай емес пе? Туысқаның жаныңда, ағайының әкешің жаныңда баспанаң бар. Соның өзі Дубай емес пе? Аяқ қолың сау, 12 мүшең сау. Балдарың ауру емес, соның өз Дубай емес па? Сондықтан, мына жерде 100 000 теңге Рахымжанның отбасының атынан, 100 000 теңге Жеңістің отбасының атынан. Рахымжан аға, бағанаға берген 200 000, 100 000 теңгесін балдарға кетіп жатыр. 100 000 сіздің атыңыздан, 100 000 Женканың атынан, 100 000 менікі кетіп қалды, я? Өзім атынан еш. Жо. Аспаңыздар. 500 000 теңге үлкені ма қыздың? Келіңіз. Атың кім? Лейла. Лейла. Ертең барда өзің сіңілің ініңді киіндіріп ал. 500 000 теңге. Негізі бар ғой, Сұлтан. Мен жүрегім өте жұмсақ, білесің ғой. Атасын әлет сол 500 000 теңгенің бар ғой. Осы отбасына
бүкіл мынау елдің атынан 1 миллион теңгені алыңызшы. Аллаху Акбар. Аллаға шүкір. Аллах ұлы. Алла бәрін беруші, көруші, естуші, жеткеруші, бәрін сезуші. Сіздің ішіңіздегі дұғаны аузыңыздан шығармасаңыз да Аллах жүректің түбіндегін білуші. Бүгін сіз Харекет қорының атынан, қазақ елінің атынан, Харекет қорының басшысына бір шапалақ соғайық. Аллахтың разы болсын ол кісіге. Көп рахмет. Және мынау жиналған халық, сұлтанның достары, ағайын туыс, мынау болып жатқан Қарақалпақстан елінің тойы. Қазақ елі білсін, Қарақалпақстандықтар осындай ақшамен үй табыстап атқан бір шапалақ соқпайық, құрметті ағайындар. Браво, сөзіңіз. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, жалпы қазақ елі, саламатсыздар ма? Тойларыңыз құтты болсын, той иелеріне той құтты болсын деп айтам. Жастар бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Қазақ халқына алғысым шексіз. Осы отырған барлық жамағатқа үйлеріңізде тек қана той болсын, қуаныш болсын, бала шағаларыңыз қызығын көріңіздер. Үлкен рахмет. Харекет қорының басшылығына алғысым шексіз. Өте ойлаған жоқ біз бұндай болады деп. Күтпеген жағдай болды. Аллаға шүкір, рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Әмин апа, құтты болсын. Ана көп баспаналарды пранк қып беріп жатады ғой. Бейті мен сондай жасаймыз дегенбіз негіз. Мен жүрегім шыдамады. Жылатып қоямыз ба, бір бәле істеп қоямыз ба деп. Өзі балдарыңыз бәр өзіңізге ұқсаған кәдімгі очкиына дейін, машалла. Аллах тағала отбасыңызға берекет берсін. Баспанаңыз құтты болсын. Шаңырағыңыз шайқалмай, осы қыздарыңыз білімді болсын. Қазіргі заман білімділердің заманы. Оқыңдар қыздар. Жақсы ма? Кел бауырым. Сенің атың кім? Бақберген. Бақберген, міне. Атының өзі айтып тұр, Бақберген. Алла сенің отбасыңа бақ беріп жатыр. Отбасылы шаңырағың құтты болсын. Қазақ еліне рахмет. Қазақ еліне рахмет. Ал апа, бәріміздің жүрегіміз енді толқып тұр. Сондықтан бетекші. Сотканы бәрін қоя тұрайық. Сотканы қояқшы, өткен қазір қол соғуға мешайт етеді. Қолымызды көтерейік аспанға бәріміз. Негізі тұрып ұрсақ та болады, осындай қазаққа, қазақ еліне үлкен үлес қосып жатқан Харекет қоры үшін тұрып шапалақ соғайық ағайындар. Бірер үсті бұйырсаң тындыратын қазағым, ұнамаған адамды сындыратын қазағым, қарыз алып Каспийден қайтармайтын қазағым, іші баса жыртам деп байқайлайтын қазағым, 9 ай сайын әйелін тудыратын қазағым, әйелім туды дабай деп жудыратын қазағым, мастер батып тербап ой қылатын қазағым, Марат Құсап ең қымбат ресторанда бір ұлына той қылатын қазағым, көңілін қалай босасын, жырдан маржан шашасын, бір Алладан тіледім, Харекет қоры қияметке дейін жасасын. Алла разы болсын, құтты болсын, шаңырағыңыз берекелі болсын. Бір фотоға түсіп жіберейік. Келіңіздер. Келінді алып келсек, келінді. Қатыны барын ұмытып кете береді, таңертең. Есте сақ
келген уақытта өмірлеріңіздің соңына дейін бренд плов жер бетінен жойылып кеткенше отбасыңызға бренд пловқа сертификат өмір бақи бесплатно тамақ ішесіздер. Осы рахмет. Осы сертификатты көрсетіп қоямыз. Біз енді 50 мың теңге деп жасаған болатынбыз халыққа, осы өзіміздің туысқандарға береміз деп. Дегенмен де осыны көрсетсеңіздер, мынау пока 2 точка бар, болашақта 15 точка ашамыз деген ниеттеміз. Алла сол күнге жеткізсін, Құдай қаласа. Осы келесі 2026-ның аяғына дейін кем дегенде 5 точка ашамыз деп ниеттенеміз. Құдай қаласа сол кездерде үйіңіздің жанында болып қалар, басқа жерде болып қалар, любой момент осыны көрсетіп, Алла бұйырса тамақ іше бересіздер. Көрсеткенде бүйтіп, ой бұл мен сертификат үйде ұмытып кеттім, мен тамақ іше алмай қалам ба деп жүрмеңіз. Барыңызда просто айтыңыз, сұлтан, сіздің сұлтанның үйлену тойындағы харекет қорынан алған және сол жерде осындай бренд пловқа өмір бақи сертификат бесплатно тамақ. Әдемі емес па, құрметті ағайындар, иә? Бір отбасын Алла берекет берсін. Бір отбасын тойдырсаң, Аллах сені тойдырады, бауырым. Сенің мына бизнесінің жүріп атқаны сенің мықтылығыңның арқасы, болмаса көкелеріңнің ақшаларының арқасы емес. Аллахтың сенің ниетіңе беріп атқан, әкең мен шешеңнің ниетіне беріп атқан. Аллаға шүкір, мен сен жоқтап Батиямен қанша мына кісілердің қанша тойында болдым, ағалардың тойында. Менің айтатыным, менің қара шаңырағым Алматыда қара шаңырақ, бұл мен әкем келіп отыр, шешем келіп отыр деп айтамыз. Анау мынауды айта бермеймін мен. Сондықтан мәке пейіліңізге берсін. Енді осы біздің патшамыз патшадай ұлдарды туып берсін иншалла. Алла сол күнге жеткесін. Бір фотоға түсек, келіңіздер. Харекет қорына Алла разы болсын. Алла субханаллах тағала істеріңізге, кәсіптеріңізге берекет болсын. Қазақ елі біргеміз. 1000 теңгеменен бір отбасын қуантып жатқан қазақ еліне мыңдап рахмет. Алла разы болсын баршаларыңызға. Рахмет. Шапалақпен шығарып салайық. Абау. Рахмет. Иә, бақытты болыңыздар жаным. Ұсташы әйелің ғой сенің.